қазіргі кезде мінекей байқап қарасақ, тек қана кітап оқу үшін емес, өзіңіз айтқандай, білім алып, түрлі ақпараттар іздеу үшін де келіп жатады. Осы бағыттарда енді одан бөлек тағы да қандай мүмкіндіктер қарастырылған қазіргі заманда, қазіргі кезде өзгертулер орын алуда ма осы кітапханада? Мүмкін оқушылар мен студенттерге деген тағы қызықты шаралар ұйымдастырылатын шығар, осы ғылыми басқа бағыттардан айта кетсеңіз. Енді облыстық кітапхананың ішінде көптеген бөлімдер бар, әртүрлі бағытта. Соның бірі балалар орталығы. Сүлеймен Байызов атындағы балалар оқу орталығы деп аталады. Ол ғимараты жеке орналасқан, өздеріңіз білесіздер. Сол жерде біз мектептермен бірлесіп түрлі жобалар, шаралар ұйымдастырып тұрады. Соның бірі жақында ғана басталды. Батыр бала деп аталатын жаңа жобамыз басталды бізде. Ол енді бірінші шара мына елімізге белгілі темір адам деген лақап атпен белгілі болған Жеңісбек Қадырұлымен жаңа оқушыларды кездестіру мақсатымыз. Енді балаларды сондай ерлікке, батылдыққа, батырлыққа баулу. Себебі қазір енді әсіресе қаланың балалары кішкене айтып жатамыз, жасық болып кетті, атқа мінбейді, шаруа істемейді деген сияқты. Сондықтан сол балаларға жағы нағыз ер адамның, нағыз жігіттің қандай болатынын көрсету мақсатымен сол кісінің әңгімесін тыңдадамыз. Біз арқылы сол біздің орталықта өтеді, не болмаса қажет болса біз сол мектептерде де бар өткізуімізге болады. Осындай жаңа бастамаларымыз бар. Басқа да онлайн шаралар жалғасады.